Өте пайдалы әрі дәмді тефтелиден сорпа дайындаймыз. Алдымен қарақұмақты қайнаған суда бұқтырып аламыз. Бір кішкентай сәбізді блендердан өткіземіз. 500 грамм тартылған майлы етке жаңағы блендердан өткізген сәбізімізді және бір үлкен пияз саламыз. Және бұқтырылған қарақұмақ, бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып, тефтели ажырамас үшін осылай қатты бір-біріне ұрып шығамыз. Қоспаны осылай домалақтаңыз. Қазанға кішкене май құйып, сәбіз және пияз салып, пиязы жұмсарғанша қуырамыз. Пияз бен сәбіз жұмсарған соң, бөлек қазанға салып су құямыз. Домалақтарды сорпаға салып шығымыз. Дәміне қарай тұз және кез келген көкөніс салуға болады. Мен картошка мен бұрыш салдым. Осылай бәрін салған соң 20 минуттай орташа отта қайнатамыз. Осымен тефтели сорпамыз дайын. Ұнаса лайк басып, пікір жазыңыз. Сіздермен болған Марияш.